қазақтың болмысында эстрада деген жоқ. Мен ойладым, мынау бетпақдала азынап жатыр ма? Шыңғысханды жазған Мұхтар Мағауиннің даласы азынап жатыр ма? Не сұмдық деген сияқты ішімде сондай ой болды. Bir кездерде қандай өмір сүрді, мысалы. Мына жүрегімдегі ата-бабалардың айтып кеткен мына сөзі маған 5 минутта еділ жайық деген ән болып шықты. Балғадиша әніне осындай репрессияға ұшырады. Ол тағы да оған жаңаша сөз жазылды. Балғадишаның өзінің сөзі, Құдайға шүкір, ақан серінің өзінің жүрегінен шыққан ән ғой. Димаш гений казахского вокального искусства деп жазды. Гений деп жазды. Одан арты не керек? Қазақтың жігіттері аю болып үйленген. Аю болып үйленген. Өйткені ол табиғаттың болмысы, жаратылысы. Шәмшінің қайтыс боларда ең соңғы суды мен тамыздым. Бәлісі жаңа аузына суды мен тамыздым. Илья аға, бүгін сіздің үйіңізге, шығармашылық шеберханаңызға келіп отырғаным мен үшін үлкен мәртебе. Осында отырған сәтте-ақ тарих пен өнердің бір тынысын сезгендей болып отырмын. Үйіңізге арнайы іздеп келіп, қонақ болып келіп қалдық. Жалпы енді өзіңіздің қонақ күту дәстүріне көзқарасыңыз қалай? Енді шығармашылық адамдарының көп уақыты да бола бермейді деген сияқты. Біздің қазақ халқы сондай көңілі кең. Өзінің мына ұлан байтақ жері қандай кең болса, өзінің жан дүниесі де кең. Ол қонақ жайын айтып отырсын ғой, шырағым. Қазақ қонақсыз отырмайды. Және үйіндегі бар ас адал тағамын, үйіндегі бар асылын. Мен айтайын, мысалы, жазың көктем шығып, енді жаз жақындағанда айтады ғой, қыстағы қазақ артаны сүрді, өзіміз сүйікті адамдарымызға, құдаларымызға, достарымызға, аралас жүрген жақсы кісілерге сақтап отырамыз деп, сол әр үй өзінің жаңа қонақ жайлық сөздерін айтып, күпілдеп, соған көңілдер көтеріліп отырады. Ал енді мен шығармашылық өмірім менің бүкіл халықпен, халықтың ортасында, қарапайым жұрттың арасында, ауылға барғанда да, қалада жүрсем де, қай жерде, қандай ұлтпен сөйлессем де, маған керек нәрсе бір сәті түскен бір сәтте, мысалы, музыкадан, әннен бір нәрсе қозғалып қалса күйден, содан жақсы әсер алып, соның елге жұртқа белгісіз жеткізетін болмау деген сияқты сондай жағдайда жүрем. Үйге қонақтардың келгенін жақсы көрем. Өйткені сол қанша қат-қабат жұмыстарым жүріп атса да, үйдегі апаң, мысалы, бала-шағаларымыз барлық қонаққа үйренген. Қонақсыз отыра алмаймыз. Міне осы қазақтың пейілінің кеңдігі сондай. Пейілінің кеңдігі сондай. Ешбір басқа да халықтарда бар, Құдайға шүкір. Қырғыздарда бар, өзіміз білетін жұрттар. Міне сол мына өнер адамы кейде жұрт ойлайды, енді уақыты тар ғой. Кез келген сәтте, мысалы, өзі бір жоқ жерден, өзінің ойлап жүрген жаңағы идеяларын жоқ жерден есіне түсіріп, жұрттың сөзіне анау-мынау дуылдасқан ортаға қарамай, орнынан тұрып кетіп, ана жаққа барып, жаңағы мені кішкентай балконымда суретке салым, соған бір жерін түртіп келіп, дұрыс болды, бұлтты салдым, кешке жалқынданып кетіп, батып баратқан күнді салдым, жақсы болды деп қайтан келіп отырам. Әйтпесе музыка келгенде де солай. Мысалы, жайлау кештерін шығарғанда, ет пен шайдың ортасында
әуелі шай, одан кейін ет. Жайлау келді. Мен сол сәтте бір 10-15 минутта шыққан ән. Еділ жайық 7-8 минутта, 5 минутта шыққан ән. Осының барлығы, ол ненің жемісі? Ол мына жүрекке, сезімге тұрақты түрде әсер етіп толғандырып жүрген ойдың жемісі. Ойсыз дүние болмайды. Ойлайды жұрттың бәрі, келе салып, жаңағы керемет дұбылдатып бір ән шығара салдым деген ол бос сөз ол. Бос сөз. Ол ойдың жемісі. Ойланып жүресің. Мысалы, Еділ жайықты шығарған кезде Россияға Қазақстанның қосылғанына 250 жыл деп дүбірлетіп керемет баяғы советтік империяның несімен дүрліктіріп, дайындалып, керемет концерттер жасап атқанбыз. Мен сонда радионың бас редактормын. Қай жылдар еді аға бұл? Бұл 81 жылы. Сол кезде жаңағы біз қанша Россияға қосылдық, керемет өмір сүріп атырмыз. Бір империяның республикасымыз дегенмен, біздің қазақтың елі обастан өзінің қазақтың елі жұрты деген қазақ сияқты халық бар екенін, бүкіл әлем білетінін, бір кездерде сонау Алтын Орда заманында біздің қазақтың жері, қазақтың байтақ елі қандай өмір сүрді, мысалы, ұлы бірлікте, тұтастықта, сондай жағдай. Соның бәрін ойлап жүрген кезде барып, Еділді келіп алғаны етекке қолды салғаны, жайықты келіп алғаны жағаға қолды салғаны, ойылды келіп алғаны ойдағысы болғаны, адыраға алғыр үшқиян, қара шекпен үстінде арбаларын сүйретіп Маңғыстауға барғаны дейді. Үшқиян деген Мұрат ақынның, осы Атыраудағы үлкен Мұрат ақынның Үшқиян деген толғауы үлкен. Үшқиян деген не? Еділ, жайық, Маңғыстау. Міне осы сол кезде сондай жағдайда жүргеннің өзінде мына жүрегімдегі ата-бабалардың айтып кеткен мына сөзі маған 5 минутта Еділ, жайық деген ән болып шықты. Қандай жағдайда жаздыңыз? Алматыда болдыңыз ол кезде? Содан 1-2 күн бұрын үлкен баламыз үйленген, Бауыржан. Клара деген келініміз түсті, қуанып, әптен тойды жақсы өткізіп, енді бізді бір қонаққа шақырды, хирург досымыз, Асқар Ембергенов деген. Сол үйге қонаққа бара жатқанда, жаңағы, үйде нені шығайында мен мұздай киініп алып тұрған кезде, апаң боянып жатты. Сосын жарайды, асықпа, шаршадың ғой, киіміңді киіп ал, дедім да жаңағы түрегеп тұрып, мына жақта оң жағында пианино тұрған, соң қолымыз былай салып тұр едім сол кезде. Ұлпырады дала гүлдейді орман. Ән кетіп бара жатыр. Сол сәтте үзілген жоқ ән. 5 минут дейді, 5 минутте. Ал сонда үлкен балам Бауыржан консерваторияда оқиды, пианист, композитор, Клара сол бірге оқиды консерваторияда. Жүгіріп келді бәрі, папа мынау қандай деп. Сонда бірденнен айттым, ойланбастан, бұл Еділ, жайық деді. Аға, енді сол кезде сол ән туғаннан кейін сізге қандай да бір қысым жасалған жоқ па? Ол кезде қалай дегенмен де тәуелсіздік алмаған кезең цензура болған жоқ па? Қандай? Цензура? Иә, осы әнге байланысты қандай да бір... Ол кезде мен жаңа қазақ Еділ, жайық шыққан кезде қазақ радиосының музыка редакциясының бас редакторымын. Және көркемдік кеңестің төрағасымын, председателімін. Ал бізде көркемдік советтің мәжілісі бізде өте сондай тұрақты түрде ылғи атақты музыканттар, композиторлар, дирижерлар, сосын атақты әншілер, мысалы Ермек Серкебаев сияқты, Решат Абдуллин сияқты, мысалы композиторда жаңағы Сыдық Мұхамеджанов, сосын нағы Меңдіғалиев, одан кейін жаңағы не Ғайза Ахметовна Жұбанова,
міне Мансұр Сағатов, осындай композиторлар, дирижерлардан Алдаберген Мырзабеков сияқты мықты дирижерлар. Осылар бәрі отырғанда 14-15 адам сол кеңесті өткізеді. Сондағы талғамның күштілігі, соғанды сол кездегі біздің көркемдік сәбеттің сондай өте жоғарғы деңгейде өтетін дәстүр әбден қалыптасқан, ешбір анау-мынау әлгі біз айтамыз ғой, бір болмашы біреулер ол худсоветке қатыса алмайды. Бұны атақты адамдар келеді. Тіпті егер халық таланттар ішіне келетін болса, оны да саламыз, бірақ жақсы ән болса, жақсы күй болса, қабылдаймыз оның барлығын. Бірақ анау-мынау қалтура өтпейді. Тіпті анау атақты қазақ совет музыкасының классикалық үлгісін жасаған біздің операмызды әннен бастап опера, симфонияның бәрін көтеріп, үлкен атақты композиторларымыз Мұқан Төлебаев, Бақытжан Байқадам, Сыдық Мұхамеджанов, Қапан Мусин сияқты, Нағым Меңдіғалиев, керемет композиторларды оқытқан Брусиловскийдің өзі біздің көркемдік сәбетке шығармасын әкелгенде, шығармасын әкеп, біз сарапқа салып отырғанда, ол кісі мына коридорда жүрегін ұстап кетіп. Қалай болып жатыр екен, қандай пікір айтып жатыр, қабылдай ма, қалай деп сөйтеді екен. Соны мен Люба Зейбел деген секретар қызым бар. Сол әр кез коридорға шығады, басқа бөлмеде маған қағаз әкеледі кейбіріне. Сонда айтады, Евгений Григорьевич Брусиловский не қылып жатыр ма, жүрегін ұстап, толқып жүр деген кезде. Әрине ол кісінің шығармалары керемет қой, бәрін ала. Сондай жағдайда өтіп жатты. Сонда менің әндерімнің бәрін худсоветке салған кезде мен неден жиналысқа шығып кетем. Сонымен енді менің өмірімде бағана бір сұрақ бар. Менің өмірімде ешқандай өкінішті мысалы шығарманың құлауы, өтпей қалуы болған жоқ. Менің прозалық шығармаларымда да жаңағы эссе, новелла, радиодан берілетіннің барлығында да еш уақытта жаңағыдай басқа бір көркемдік сәбеттер болады. Мысалы, филармонияда, қазақ концертте, мәдениет министрлігінде, әйтпесе композитор одағында әрқайсында жеке-жеке көркемдік сәбеттің мәжілістері болды. Соған шығармаларымыз өткенде, соның барлығында да шығармамыз ешқандай кедергісіз өтіп жүрді. Өйткені біздің музыкаға ылғи мән беретін нағыз халықтық, ұлттық сарында шыққан, сосын жазылу мәнері, ән романстың құрылысы қандай, бұл өте жоғарғы деңгейде деген сияқты сондай пікірлермен шығармаларымыз өтіп жататын. Енді кейде жаңағында айттым, ұсақ-түйек жаңағы ескертулер болады. Оны тура жұмыстың репетицияның үстінде жөнделіп жатады, оның бәрі деп сөйтіп отырамыз. Аға, енді қазақ ән өнеріне, музыкасына арнаған өнеріңізге қарай ойыссақ, жалпы сізді ең қатты толғандырған кезең қайсы кезең болды? Жалпы қазақ музыкасы қай кезде шарықтап, қай кезде тұралауы басталды? Мен Қазақ университетінің филология факультетін 59 жылы бітірдім. Бұл 59 жыл. 56 жылдан бастап студент кезінде алғашқы әндерім шықты. Сол алғашқы әндердің өзі бірденен радиоға нағыз халықтық ырғақпен шыққан, халықтық сондай үлкен мәнер, халықтық сарын деп біздің әндерімізді, Қалдай Ақау екеуміздің әндерімізді осы ешқандай кедергісіз алып жүрді ғой. Міне сол кезде мына университетті бітірісімен 59 жылы мені консерваторияға түсіреміз деп консерваторияның ректораты, парткомы бәрі шақырған. Шақырғанда сонда барып
сонда 20 шақты ән жазыппын. Сосын сол қолымда дипломым бар, университеттің дипломы. Бардым. Бұл енді өзгеше бір әңгіме еді, енді айта берейін бе? Айтыңыз. Сонда консерваторияның ректоры Құдыс Қожамяров, ұйғырдың үлкен композиторы, Брусиловскийдің шәкірті, өте интеллигенттік тұлғасы, келбеті, өте жақсы адам. Бір ұлттың маңдайына біткен керемет үлкен композитор. Атақты Ризвангүл деген поэмасы сол кездің өзінде мемлекеттік сыйлық алған. Сосын беделді болды. Брусиловтың шәкірті болғаннан кейін керемет білім алған адам, сол кісі ректор екен, шақырып, сосын сол кезде парткомның хатшысы Кенжебаев деген кісі, онда қызметкерлер үлкен беделді ғой онда. Мені Ілия Жақанов деген жаңағы ән жазып жүрген жігітіміз осы деп. Сонда Қожамяров сондай жұмсақ адам, мәдениетті, кел қаны деп кабинетінде үлкен рояль бар. Соны рояльда менің әндерімді ойнады. Бірақ та секретар қызын шақырды. 2 жұмыртқа деді. 2 жұмыртқа, 2 пирожки, 2 кофе деді. Сөйтіп екеуміз әбет жасадық. Сосын айтты, ондай благородно, сондай тамаша. Осы кезде ешқандай шетелдік эстрадаға, соған еліктемей, соларға берілмей, осылай жазып жүрген қандай халықтық, ұлттық музыканы осылай сақтауымыз керек қой. Бізге Брусиловский, сонау Ленинградтан келген, өзі ұлты еврей болса да, сондай біздің қазақ музыкасын керемет меңгерген адам айтып отырарлығы. Ұлттық музыкасыз ешқайда бара алмайсыңдар. Тек жай ғана қарапайым ән жазып көріңдерші. Қазақ халқының өзінің консерваториясы бар. Ол халық музыкасы. Мынау сөйдеді маған. Мынау әндеріңіз деді маған Қожамяров айтты. Сол Евгений Григорьевич Брусиловский айтқан сөз. Соның нәтижесін көріп отырмын мен. Мен енді сізге айтар ақылым деді. Қазір шай ішіп алғаннан кейін барамыз екеуміз деді. Түстен кейін сол Великанов деген керемет композитор бар, Василий Великанов. Сосын кабинетінде отырып, әндеріңді тыңдаймыз деді. Оған Латиф Хамиди, Абай операсын жазған Ахмет Жұбанов екеуі сол кісі қатысады, Великановтың өзі, содан кейін Брусиловский, Ахмет Жұбанов деді. Сөйтіп менің өзім... Аға, ол кісілермен таныстығыңыз бар ма еді оған дейін? Оларға дейін ба? Сол кездесуге мен сабақтан қашып ылғи консерваторияға көбірек келетінмін. Сөйтіп олардың концертін тыңдайтынмын. Солардың барлық концерттерін көріп жүретінмін. Сырттай білесіз, енді көрдіңіз бе? Соған үйреніп қалған. Қорқу, жаңағы не жоқ, толқу жоқ. Қойшы сонда үлкен пікірлер болды. Композиторлар бір нотаны беріп, қарап отырып, ең соңында Брусиловский алды ноталарымды. Ұзақ қарады. Қайтадан сұрады Латиф Хамидиге, сіз қалай ойлайсыз? Мен бұл кісі өзі вальске ыңғайы бар екен. Вальс жазатын әндері, мына бір әндер солай-солайды деп аққайын тағы бір әндеріміз солай не қылды. Сосын Великановтан сұрап еді, бұл жігіттің мен 2-3 әнін аккомпанемент жасап радиоға өткізгенбіз. Бұл кешегі екі көз зағип Садық Кәрімбаев сияқты нағыз халық композитор деді. Сосын Ахмет Жұбановқа не қылды? Ахмет өзі баяу сөйлейтін, өте дәл сөйлейтін, тиянақты, өте білімді адам, таза ұлттық композитор деп осындай жігіттерді
тәрбиелеуіміз керек деп сөйдеді. Өзі халық музыкасын жақсы білетіндігі сезіліп тұр. Сондықтан бір жағы маған жаңағы зерттеушілік өнерге бір жағы баулып жүрсем, өйткені бұл филолог деді, әдебиетші. Маған осындай студент керек деп сөйдеді. Брусиловский отырды да, барлығы дұрыс деді. Мен мына музыкасы, жай ғана өз әндерінің өзінде бұл жігіт қазақтың романсын жазып отыр деді. Романс деген әннің күрделі жанры ғой. Сондықтан мына бұл жігітте үлкен вокалдық несі, нутро дейді, ішкі дүниесінде үлкен байлық бар. Менің пікірімше, бұл жігітті, егер біз консерваторияға алсақ, бұл жігітті біз басқа жанрға салып жібереміз. Симфониялық поэма дейді, инструменталдық шығарма дейді, вариация дейді, сондай салып жібереміз. Пьеса жазады, скрипкаға жазады, фортепианоға жазады, сөйтіп әннен айырылып қалады деді. Қазақтың жаны ән деді. Брусиловский. Қазақтың жаны ән, әннің өзі қазақ деді. Міне. Сондықтан мен Қыз жібек операсын жазғанда қазақтың атақты әндерінің құдіретті күшімен жаздым ғой деп сөйдеді. Сондықтан менімше Құдай құдысқойымға бұлай тұрған, түрегеп тыңдап тұрған ректор. Құдысқой Жамеріш деді. Бұл жігітті өте мелодиш жігіт, бүлдірмейік. Өзінің әндерін жазсын. Біз консерваторияға алсақ, өзінің әнінен айырылып қалады. Бізге қазақ өзінің әнінен өзі айырылмау керек. Менің сіздерге айтып отырған сөзім, у казахов своя консерватория деп отырған сөзім осы. Сондықтан бұл Илья Жақановты бүлдірмейік. Өзімізге келіп тұрсын, ақылдасып тұрсын, ал әндерін емін-еркін жаза берсін деп сөйдеді. Сөйтіп мен бірінші жаңағы консерваториядан осындай пікірден кейін қызметке орналастым. Қазақстан пионер деген газеттің өнер бөліміне орналастым. Сол күннен бастап мен қазақтың жаңағы өнер адамдарын, композиторларды, артистерді, әншілерді, жаңағы солардың өмірінен, мысалы, алғаш жазған Күләш Байсейітованың жас балалық кездегі, жас кезіндегі өмірін жаздым. Ықылас Қобызшының жас кезіндегі қобыз тартқан жаздым. Сөйтіп, осы жаңағы алғашқы жазған әңгімелерім айналып келгенде газетке тұрақ түрде беріп отырдық. Сонда Ахмет Жұбанов керемет тұрақты түрде қатысып отырды. Біржан Сал, Ақан Сері, Мұқит, мысалы, Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Ықылас, солардың бәрін беріп отырды. Сосын бір күн айтты маған: Илья шырағым деді, сенің жазып жүрген новелла әңгімелерінен байқаймын, сен музыкаға туған адамсың. Сен тура менің өзімнің болмысымды сенің мына өміріңнен есіме түсіріп отырмын. Мен де сендей болғам жас кезінде. Бірақ мен қазір қазақ музыкасын бүкіл тарихын жазып жүрмін ғой. Ал менің өмірім қиын болып кетті. Саясаттың кейбір мәселелері соған біз мұқалып қалдық кейбір жағдайда. Біз баратын жерлер қазір онша барып жүрген жоқпыз. Сен жассың. Жүрген жеріңде, командировкада жүрген кезде қай жерде ән күй болатын болса, соның тарихын қағазға түсіріп ала берді. Сөйтіп менің зерттеушілік өмірім бірінші рет Ақан Серінің Балғадишасын жазған әңгімеме ерекше жаңағы бүкіл жан тәнімен беріліп, отыр осылай мөлдіретіп жаза бер, айналайын шырағым деп. Міне содан мен бүкіл зерттеушілік өнерге солай кетіп қалдым. Ықыластың қара қобызы туралы айттыңыз әлгінде. Одан кейін жалпы сізді зерттеушілік жұмысқа қырыңызды ашқан, жұмылдырған Ахмет Жұбанов екенін айтып отырсыз. Ахмет Жұбанов. Енді жаңа Балқадиша әнінде айтып қалдыңыз, алғаш рет жаңа журналға бердім деп.
осы ықыластың жаңағы бозінген күйінің шығу тарихына қатысты да зерттеген шығарсыз. Бұл ықыластың өміріне мен 84 жылы желтоқсан оқиғасынан кейін Фрунзе ол кездегі соған келдім. Шыңғыс Айтматовпен менің достығым жүріп жатқан кез ол кезде ол бөлек әңгіме. Сол Шыңғыс Айтматовтың жаңағы қабылдауында болып шіке дейміз, шікең сол менің әріптесім қырғыздың өзі сияқты керемет тарихи жазушысы Төлеген Қасымбековтың Сынған қылыш деген 2 томдық романын аударған. Мені соған қатты ырза болған қырғыздар жаңағы ой, мынау Сынған қылышты қотарған дейді. Қотарған Илья кеп қалды ғой. Ильяға жақсы жаңағы шығармашылық үйден жақсы 2 бөлмелі жай болсын, мәшинесін жыл жерге қойыңдар. Илья ықыласпен біздің Күреңкөй дос екен, Күреңкөй күйші қырғыздың. Екеуінің өмірінен кітап жазсын, соған біз көмектесейік дедік. Сөйтіп мен енді жаңағы романды жазып шықтым. Сол қырғыздар айтты, біз мына заманда деді, өзіміздің асылдарымыздың керемет, мысалы Тоқтағұл айдалып кетті. Тоқтағұл Сібірде азап шекті, бәленбай жыл. Қазақтың жерімен келіп өзімізге табысты. Сондай асылдарымыздың көбісінен айырылып қалдық. 28 жылы, 30 жылғы репрессия кезінде халық жауы деді, өйтті, сонымен біз асылдарымызды атай алмай қалдық. Ал Илья мияқтан біздің жаңа романында жазсын. Ал сол кітапты Шыңғыс айтты маған, қобалжыма, аман есен жазып шық. Ол кітапты ең алдымен өзім Қырғызстанда біз шығарамыз деді. Сөйтіп Кертолғау деген атпен менің романым шықты. Қазақтар одан кейін 2 жылдан кейін шығарды. Ал енді айтайын деп отырғаным, сол кезде жаңағы ықыластың енді тура жаңағы сұрағына жауап берейін. 1916 жылы күзде арқадағы жайлаудан Шуға қыстайды. Бетпақ даланы кесіп өтеді. Бетпақ дала енді керемет мүлгіп жатқан үнсіз дала ғой, шөл дала деген сияқты. Бірақ бетпақ далада күзде мал семіртеді. Сосын көктемде мал семіртеді деген сияқты көшпелі елге жайлы жер. Міне сондай жағдайда көш Шуға қарай бетпақ даламен кел жатқанда Шуға бір көш ба жер қалған кезде 20-30 шақырым ғой. Сол кезде тақырлар болады жазда. Сол тақырлардың шетінде бір түйе жайылып жүреді. Сосын бұлай қарайды да ақсақалдар айтады, жігіттер айтады. Аға, жайылып жүрді, былтырда көрдік қой дейді. Сосын енді бұрылыңдар солай дейді. Сонда барып жақындай бергенде бозын күн бүлкілдеп келіп, бұрқылдап келіп, бұлай осылды шайқалақтап келіп, бір нені шеңберді айнала береді. Анау әппақ шеңбер болып қалған. Ортасында кішкентай бір нәрсе қарауытып жатады. Сөйтсе, шеңбердің ортасында былтыр ма, алдыңғы жылы ма өліп қалған ботаның сүйегі жатады. Сонда сол бозын күн ботасын қимай, еш қайда кетпей, сол нені ботасын айналып, ботасына кете алмаған. Одан кейін жаңа ықылас айтады, бозын күнді алып жүріңдер. Жануар шөлде өліп қалар дейді. Жаныс деген інісіне айтады, сен мал жайғап жүрсің ғой, сенде болсын дейді. Ақыры сол қыста ықылас осы ақпан айында қайтыс болады. Қайтыс болғанда жаңағы ақаң өзінің өсиетімен менің жаназама осы бозын күнді
сойыңдар. Өйткені бұл осымен 2 рет қашып кетті, қайтадан ұстадыңдар. Ал бір күні оны қасқыр жеп қояды. Әйтсе біреудің қолында кетеді. Сондықтан ие болыңдар дейді да. Ақырында хан қайтыс болғанда жаңағы ханның сүйегін Бозінгенге артады. Анау биікте шудың бойында кеменің қара суы деген бар, дегерез дейді, төбе, жота, соның үстіне апарып, ол кісіні қою керек. Сонда жаңағы немересі Ермекбай деген кісі. 71 жылы мен жаңағы ықылас туралы материал жинаған кезде сол кісіге жолығып, сол кісінің әңгімесін көп тыңдап, сонда мен 6 жасар баламын дейді. Атамның сүйегін маған жетектетті дейді. Сөйтіп, төбенің етегіне келгенде қар қалың, мен омбылап жығылып, басым қарға кіріп кетті, бақырып жыладым дейді. Содан кейін сол үлкен кісілер атқа мінгізіп алды да баланы, мені дейді. Атамды қырдың үстіне қойды дейді. Сонда жаңағы атам дейді, қайтыс болардың алдында дейді. Шалқасынан жатып, қобызды бір-екі шалады, бүйтіп шалады. Қасында ықыласының үлкен баласы, капиталист, бай, виртуоз қобызшы болған, Түсіпбек. Ықыласының үлкен баласы Түсіпбек, өте атақты қобызшы болған. Сол жаңағы әкесінің несін? Түсіріп алады. Сөйтіп, хан қайтыс болып кеткеннен кейін, 7-сін береді, 40-ын береді. Сол күндерде Түсіпбек сол Бозінгенді тарта береді. Ал бір күндері сол жерге біздің елдің адамы ғой, бәрі сүгір күйші келеді. Сүгір ықыласы шәкірт. Ол да алғашқы кезде қобыз тартқан, бірақ кейін домбыраға ауысып кеткен. Сол келеді да, ана кісі өзі сондай аристократ адам, Түсіпбек, өте ызбарлы адам. Кім көрінгенге қобыз тартқызбайды, кім көрінгенге ойнап бермейді. Сол кім жасқанып, ылғи үйдің сыртында отырып, Түсіпбек әкім, сүгір. Сол Бозінгенді домбыраға түсіріп алады. Кейін енді, дәбір 28 жылдар Түсіпбекті халық жауы бай деп ұстап алып кетіп, осы мына Оралда қайтыс болды ғой. Сол кезде сол күйді жаңағы алып қалған сүгір. Кейін біреулер сүгірдің күйі емес бір, ананыкі, мынаныкі деп, сондай бір болымсыз әңгімелер таратып, бұл үлкен дауға айналып, сосын үлкен көркемдік советтің мәжілісіне салынып, атақты дирижерлар, композиторлар бәрі келді, анықтады ғой. Бұның барлығы сол ықыласының өзінің күйінен шыққан, ықыласының Бозінгені. Бұл сүгірдің де Бозінгені деген сияқты, ақырында сол күй қазір оркестрде керемет. Моцарттың осы рондосы сияқты керемет жүреді. Міне осы сүгір, ақырында сүгір өзінің нағыз лайықты керемет шәкірті болып, Бозінгенді осылайша алып қалған сүгір, міне Бозінгенді осылайша тартып жүр. Оның таза өзінің жаңағы шығармасы ретінде ықыласқа да айтылып жатады ол сөз, сүгірге де айтылып жатады ол сөз. Осындай байланыс бар олардың. Аға, реті келгенде сұрайын енді, жаңа Балқадиша әнінің тарихына қатысты да бір келіспейтін тұстар бар екенін айтып қалдыңыз. Балқадиша әнінің тағдырына қатысты қандай бір тарихи деректер бар? Бұрмаланып кеткен болсын. Балқадишаның әні, былай айтсам, ол мына 30 жылдарда мынау социалистік қоғамды нығайту үшін дейді. Біз жалаң үгіттен, жалаң мынау ұранды сөздерден пайда таппаймыз. Біз халыққа әнмен әсер етуіміз керек. Халықты өз қоғамға тарту керек. Қазақтың керемет әндеріне жаңаша социалистік қоғамның солардың
сөзін салуымыз керек. Солардың бүкіл идеясы, солардың көңіл діті, мына нағы социалистік қоғамның өзі тудырған әні деп, ақырында біз керемет әндердің арқасында соларға жаңа сөз жаздырып, сол әндермен біз өзіміздің қоғамның бүкіл несін бекітеміз дейді да, осындай науқанды шығарады. Үлкен қаулы болған оған кезде. Сол әндердің көп, қазақтың көп әндері солай репрессияға ұшыраған. Мысалы, Біржан Салдың «Жонып алды» деген әні, «Бір ғана» деген әні, сосын «Жонып алды», «Бір ғана», «Ләйлім». Осындай әндерге жаңадан сөз жазылды. Есен аман жүрмесің, ләйлім шырақ дейді. Есен аман жүрмесің, ләйлім шырақ. Сол кезде Қазақ радиосының бас редакторы болып отырған, музыка редакциясының Мақсүтов Майшекин деген кісі Ахмет Жұбановтың керемет досы. Ахмет өзінің орнына осы кісіні қойып кеткен, академияға ауысқан кезде. Осы кісі жаңағы өзі Арқаның адамы, Қарқаралының адамы, сол ләйлімге Біржанның ләйліміне осы Мақсүтов Майшекин жазады. Енді жаңағы «Жонып алды» деген әніне кім? Иса Байзақов жазады. «Бір ғана» ән салшы дейді, «Бір ғана». Соны «Бір бала» деп, оған жаңағы тағы да Иса Байзақов сөз жазды. Мені осы бұл әндердің барлығы жаңағы «Бір бала» деген мысал. Мына сауатсыздыққа қарсы балаларды оқуға, білімге үгіттеу. «Бір бала» ән салшы, «Бір ғана» деген сияқты. Осылай кетті ме? Енді Ақан Серінің «Балғадишасы». Анау жаңағы... Арасында шалға ұзатылған ба сонда Балғадиша? Балғадиша арасында? Қазір. Балғадиша әніне осындай репрессияға ұшырады. Ол тағы да оған жаңағы жаңаша сөз жазылды. Балғадишаның өзінің сөзі, Құдайға шүкір, Ақан Серінің өзінің кәдімгі, өзінің жүрегінен шыққан ән ғой. Қыз едің Обекеңнің Балғадиша, өзенде өрлей біткен Талғадиша. 80 қыз шеруенге шыққан кезде ішінде қарабасын Қанғадиша дейді. Бұл жаңағы Ақан Серінің өзінің сөзі. Ендігі нәрсе қазақтың қыздарын сол кезде байға сатқан, жаңағы қалың малға сатқан, теңсіздік кәдімгі, сондай қазақтың қыздарын қорлап ұстаған деген жаңағы біздің халықтың салтын қорлау, өзінің махаббат сүйген адамына барған байға Балғадишаны 12-де бір гүл ашылмаған, гүлдей үлбіреген Балғадишаны 85-тегі шалға сатқан деген сияқты осындай масқаралап шығарды ғой. Бұл да әптен сол кезде радиомен халыққа кең тарады. Халық құлағына солай сіңісті болды ғой. Халық айтып кетті соның барлығын. Амал жоқ, өйткені оны айтпаса концертке шығармайды ешкімді. Егер концертке ол әнші шығып қалса, ол кезде сол кәдімгі заң жүзінде жазаланады. Ал енді 50-ші жылдары соғыс жүріп атқан кезінде сол Балғадишаны Көкшетауда өзінің еліне келіп концерт берген жаңағы филармонияның әншілері. Сонда күйеуің 85-те Шалғадиша деп бір әнші айтып тұрған кезде елде отырған залда осылай қарап отырған жұрттың ішінде Балғадишаның өзі отырады. Күйеуің 85-те Шалғадиша деген кезде ақсақалдар үшт бірігіліп қолдарында таяқ бар, анау сахнадағы әншіні сабап ұрып сахнадан айдап шыққан. Осындай келеңсіз жағдайлар, қиянат, көріне көзге әндерімізге мысалы жаңа сауатсыздық жоюға айттым. Мынау әйел теңсіздігі деген жаңа саясатқа осыны жатқызды. Енді бірақта халықтар, ұлттар достығы дей шықты. Ол немене? Ол өзі кеше 1812 жылдар, 14 жылдары жаңағы елге Көкшетауға
Ал Ақмола даласына переселениемен келген жаңа орыстар, украиндықтар, солардың ішінде Егор Рекин, Егор дейді. Сол келіп, бала шағасымен шұбырып, жаңағы мәліндей шұбатылып келіп, өздері жалаң аяқ, жалаң бас, арбамен келіп, сосын қазақтар, ойбай, құда адам баласы ғой мыналарды. Мынау сорлы бейшаралар ашығып келе жатыр ғой, жалаң аяқ, жалаң бас, деп соларға жағдай жасап, мал беріп, тамақ беріп, азық беріп, жаңағы үйін салып беріп, сөйтіп, сол құрметті көрген Рекиндер, Егорлар, Егордың қызы Мәриям. Мәриям. Оның әпкесі бар, солар. Сосын ұлдары бар. Олар қазақ керемет халық. Біз қазақша өмір сүреміз дейді да. Қазақша шаштарын тақырлап алдырып, сосын Мәриям өте сондай не адам. Мәриям өте ілкімді, сүйкімді, бірденен қазақтың жігіттерімен, қыздарымен араласып, керемет боп жаңағы қазақша еркін сөйлеп деген сияқты қазақша ән салып, сол кезде Дүйсен деген бір керемет мырза кісінің жалғыз баласы. Осы Дүйсен мен жаңағы Мәриям екеуі ғашық боп жаңағы. Сосын өзінің алайын деп отырған қалыңдығы бар Дүйсеннің, оған қаратпай, ақырында осы екеуінің арасындағы ғашықты қиқаяны көз өздерімен бірге жүрген Үлебай деген кісі, әнші, саятшы, аңшы, сол кісі керемет композитор, халық әншісі, сол кісі дударай шығарады. Көрдіңіз бе? Сөйтіп ол Мәриямның әні болып кетеді. Мәриямның әні болып кетеді. Сол кезде Үлебайдың өзі тірі. Сосын сол 40-шы жылдардың іші, одан кейін 50-шы жылдар, міне сонда Мәриям Алматыға бір-екі рет келеді. Сонда Мәриямға қазақ СССР-ның еңбек сіңірген қайраткері деген сияқты сондай атақ береді. Сөйтіп Мәриямның әні болып кетеді оның бәрі. Ал соның барлығын Балғадишаны да, жаңағы Біржан Салдың әндерін әнді атадым ғой, оны да, сосын мына Дударай барлығын тарихын мен жаздым. Маған дейінде жазылған, бірақ олардың барлығы анау идеологияның, коммунистік идеологияның, саясатының ықпалымен кеткен. Ақырында сол бір Дударайға 9 рет бардым, Қорғалжынға мысалы. Міне, сөйтіп, соның барлығына енді барлығын аштық, қазір құдай қарып. Соның өзінде де халықтың жүрегіне сіңіп қалған, анау Дорайдың, Мәриямның арасындағы Балғадишаның жағдайын ешқайсысын білмейтін жастар концертке шығады, әйтпесе телевизордан, әйтпесе радиоға әңгіме жүргізгенде баяғы Мәриямның әні деп айта береді. Үлкен концертте де сөйтеді. Осының барлығы жүрек, тарихын білгеннен кейін жүрегің ауырады. Бұл халықтың Брусиловский Дударай операсын жазды ғой. Сонда айтады, бұл дейді, бұл үлкен қазақтың өзінің халықтық, ұлттық ақан сері Біржан Сал сияқты, Үкілі Ыбырай сияқты серісінің әні бұл. Деп соның өзінде анау жаңағы бұл орыстың әні емес деген сөзді осылай ғана білдіреді. Ал Ахмет Жұбанов бар, ол кісіптен қуғынды көрген адам, қазақтың ұлтшылы атанған адам, сондықтан жаңағы Балғадишаға да, жаңағы Дударайға да араша түсе алмады. Ал соның барлығы менің кітабымда. Міне. Осыны маған аманат қып тапсырған Ахмет Жұбанов. Сосын бергі композиторлар жаңағы Сыдық Мұқаметжанов сияқты, Бақытжан Байқадамов, көзіміз көп араласқан. Міне солай болып жатыр. Аға, енді мына советтік саяси цензурадан ұмытылған, тыйым салынған әндердің тарихы туралы айтып жатырсыз ғой. Осы ретте Самалтау әнінің де шағын бір тарихын айтып беріңізші. Халық әні атанып кеткен, иә. Самалтау әні
Қандай жағдайда жазылған? Самалтау әні қазір мына Димаштың айтуымен бүкіл әлемдік сахнада барлығы керемет айтылып жүр. Бұл қазақ әнінің құдіреттілігі. Жай ғана қарапайым ән. Ол ұзақ уақыт үнсіз жатқан. Оны көп айтатын ел Жаңарқа. Жаңарқа ел көп айтады. Жаңарқадан бір кезде Жаңарқаның территориясына туған бізді Сарысу ауданы, Жамбыл облысындағы Сарысу ауданы Жаңарқамен тығыз байланысты. Жаңарқа қандай ән айтса, Сарысулар баяғы әдетімен сол әнді айтып жатады. Ал Самалтау жаңағы 16 жылға жаңағы шаруалар көтерілісі болды ғой. Қазақ жігіттерін жаңағы солдаттыққа аламыз деген үлкен Амангелдінің бастаған жаңағы шаруалар көтерілісі сияқты сол бір дүрбелең кезінде шыққан ән. Бұның тарихы өзі айтып отырыз. Өзім бүкіл әннің мазмұнында қандай адам екенін, қандай жағдайдағы тағдырдың қандай қоқайында жүрген екенін айтып отырады осыны барлығы. Ол оның иесі ұмытылған. Ол пәленшелік әні деп кесіп айтуға болмайды. Өйткені біздің қазақта жабан әдет бар. Бір ән шықса не күй шықса жаңағы ықыластың күйі. Мысалы жаңағы айттым ғой, бозын күнді пәленшенің күйі, түгеншенің күйі деген сияқты. Сондай жаман әдет бар. Өзінің атасына қарай, руына қарай тартатын. Бұл өте зиянды нәрсе. Осыдан сақтандырып отыратын Ахмет Жұбанов. Брусиловский айтатын, ничего подобного. Ол Мәриям, она не умела петь деп сөйлейді. Соны Мәриямның бүкіл өмірін жақсы зерттеген адамның бірі Борис Григорьевич Ерзакович. Өзі ақмолалық, академик. Мына Ахмет Жұбановтың кәдімгі серіктері. Сол кісінің өзі айтып отыратын. Осының барлығын. Сондықтан өзі Мәриямға анандай керемет қазақтың серісінің әндерімен Мәриямның жүрегінен шықты деуге болмайтын нәрсе бұл. Болмайтын нәрсе. Халықтар достастығы деген желеумен теліп кетті ғой. Соған кетіп қалды. Айналып келгенде соған кетіп қалды. Самалтау әні қарапайым ғана ән, бірақ әлемдік сахнаға алып шыққан Димаш деп айтып жатырсыз ғой. Жалпы Димаштың орындауы көңіліңізден шықты ма? Димаштың орындауы әрине. Ол кешегі біз үйреніп қалған Ермек Серкебаев, әйтпесе қасымызда жүрген Әлібек Денишев, не болмаса Кенжеғали Мыржықбаев, солардай әнші емес ол. Бұл мына заманның осы тынысына қарай әлемдік бүкіл әлемнің аурасы дей ма, кеңістік, ұлы табиғат Димашты солай шырқатып жатыр. Димаштың жалпы бір осы мына мен осында батысқа келгелі бері 25 жыл болды Атырау тұрғаныма. Мен байқайтын баяғы мұхиттың әнеге салмасам айнам көзге дейтін әндері биік шырқалады ғой. Сондай-ақ биік шырқау осы арқада, сосын осы батыста керемет екен. Соған анық көзімде дейткені жер жазық. Кедергі жоқ. Мысалы, таулы жердің әншілерінің табиғаты бөлек. Олар қоңырқай ғана, кішкентай ғана мына иірімнен қолтықтан жай ғана өстіп, сөйтіп шығып кетеді. Мынау шексіздікке, шегі жоқ даладағы айтылатын ән. Брусиловский айтады ғой, қазақтың әншілігінің керемет сондай дейді. Қазақтың сары даласында шексіздік ол жақта 10-12 километр жерге жетеді дейді. Оны біздің қазақ мақтаныш, қазақ айтса, айтар еді жұрт. Қазақ өзінің ұлтын мақтап отыр деп. Мұны Брусиловский айтып отыр. Жаңағы Дударайға байланысты қазақ. Сондықтан біздің қазақтың әншілік құдіреті, биік шырқауы, осының бәрі жаңағы Италияның атақты
Доминго сияқты жаңағы керемет әншілермен үндесіп жатыр ғой біздің Димаш. Міне сонда біз ойлаймыз. Кеше советтік кезде шетелмен біздің онша байланысымыз жоқ. Мен радиода отырып, менің бір өмірге тағдырға ырза болатыным сол қызметімде отырып, мен әлемдік деңгейдегі Италияның атақты әншілерін тыңдап отырдым. Энрико Карузо, Марио Дель Монако, Марио Ланса, осындай сұмдық кереметтердің бәрін тыңдап отырғанда не деген биік ән дейміз. Сосын бір күні былай қарап отырсам, біздің Назғоңыр дейтін әндеріміз, Айнам көз, осылардың бәрі біздің Италияға қызығып жүрген Италияның әншілерден бірде-бір кем емес. Бұның барлығына сүйсініп айтатын адам кім? Осы әншілік өнердің бөлік өзінің болмысын, жаратылысын, қазақтың табиғатына қарай шыққан керемет әндерді салыстырғанда, кешегі профессор, консерваторияның профессоры атақты Бекен Жылысбаев айтатын: ой, Құдай-ау, айналайын, бұл біз анау Вердидің операсындағы арияларға таңғалып, мынау не деген биік деп таңғалушы едік дейді. Ой, анау 25 әндер, анау Назғоңыр, солай біздің тенорлық әндердің деңгейінің биіктігі керемет қой деп сол құдіретті әншілік өнердің, біздің ұлттық вокалдық өнердегі біздің әндерімнің биікке деңгейінің қандай екенін көрсететін сол табиғат, сол болмыс, сол жаратылыс, сол қуат, сол мәнер қазіргі заманда жаңа бір үнмен Димашты көтеріп отыр былай қарай. Димаш қазір бүкіл европалық, опералық атақты ариялардың қазір емін-еркін соның барлығын солай емін-еркін меңгеріп отыр ғой мысалы. Доминго мен екеуінің шыққан сәттері қандай керемет мысалы. Ал осыны алғашқы кезде Димашқа тиісті біздің әншілер, әсіресе эстрадалық әншілер. Сол кезде мен жаздым. Интернетте бар. Былай деп орысша жаздым. Не деді Құдай-ау? Димаш гений казахского вокального искусства деп жаздым. Гений деп жаздым. Одан арты не керек? Міне. Енді сол Димаш сияқты екінші бала, мынау Ақтөбенің баласы, ол да. Керемет бала, атын ұмытып қалдым. Орынбордың консерваториясында оқиды, керемет. Екінші Димаш болып жүр. Тағы бір Қараудамалық бала шықты. Ол да жас бала. Ол да Димаштың есінде бұлай кетіп баратыр. Сондықтан біздің қазіргі заманның ыңғайына қарай, мына адамның әншілік өнердің болмысындағы жаңа леп, жаңа мәнер, және оның барлығын тудырып атқан уақыт, мезгіл, талғам, осының барлығы. Аға, енді қазіргі қазақ музыкасына, қазақ өнерінің бүгінгі ахуалына көңіліңіз қаншалықты толады? Қазақ музыкасы өзі, мен жаңағы айтып отырмын ғой, 30-40 жылдарда қазақ әніне қанша социалист қоғамның мүддесіне шыққан жаңағы неше түрлі репрессиялық қаулы қарар, соның бәрін көрдік, оның бәрін бастан кештік дегендей, соның өзінде кешегі кеңестік дәуірде біздің қазақтың әндері классикалық деңгейде, жаңа мәнерде, кешегі Брусиловский, Ахмет Жұбановтар, Мұқан Төлебаевтардан басталған әніміз, мына енді соңғы мен көзі болып отырмын. Біз жаңа Қалдаяқ бар, Жамақаев бар Бекен, сол сияқты оның алдында Әбілақат Еспаев, Нұрғиса Тілендиев, Сыдық Мұхамеджанов, қандай кереметтер бұлар. Осының барлығы. Айналық дегенде бағана сұрақтардың бірінде бар. Ән, мысалы, қоғамда өзгерте ала ма, саясат ықпал жасай ма дегендей, сол біздің әндеріміздің, алғашқы әндеріміздің ықпалы ерекше болды. Ол мысалы анау
мына соғыс жылдарында шекараны бекіту үшін Сталиннің үлкен бұйрығы шыққан. Капиталистік дүние, немістер Германияның фашизмі үлкен кәдімгі күшке айналып баратқан кезде советтік шекараны бекіту керек дегенде атақты Катюшаны шықты. Матвей Блантердің. Расветалы яудың егрушиді. Керемет. Осы ән деген өзі, бір әннің өзі бүкіл қоғамның жаңағы жастардың бүкіл романтикалық, патриоттық сезімін оятқаны сондай керемет болды. Бұл соғыс аяқталғанша осы ән немістерге үлкен соққы берді. Осы әнмен күрестік. Сондай-ақ жаңағы священная война деген атақтан. Міне осыларға үндес біздің қазақ вальс шықты. Айтуса, ол жаңағы шекараға аттанып баратқан жігіттің жастармен, сүйген қызымен қоштасатын сәтіндегі сауық кеш, вечеринка дейді ғой. Мен соған Латип Хамиди қазақ вальсін жазған. Ол радио пьеса болып, Сәбит Мұқановтың екі той, екі дос деген, екі той деген пьесасы болған, радио пьеса. Сонда осы қазақ вальсі жаңағы Катюшаға үндес шығып, білдіңіз бе, шекараны бекітетін отандық ұлы мекенді жаудан қорғайтын әннің алғашқы қарлығашы болып осы Катюшамен жаңағы қазақ вальсі шықты. Көрмейсіз ба? Ал енді сол ән қазақ вальсі. Ол да соғыс кезінде көп айтылды. Барлық жерде. Тіпті анау жаңағы концлагерде айтылған әндер осылар. Сондықтан әннің мына өмірге, тағдырға, бір ұлы оқиғаларға ететін ықпалының құдіреттілігі сондай. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама, Елімай трагедиясында бізге қанша жылап, қанша еңіреп, қанша боздап, бәрінен елден жерлерден ажырап қалып, қайта ес жиған кезде немен ес жидық? Елімай әнімен ес жидық. Елімай әні кеше жаңағы біздің өміріміздің ашаршылық кезде де, қайық соғыс кезінде де, қандай жағдайда желтоқсан кезінде де Елімай әні айтылды. Ал бұл деген немен? Әннің құдіреті. Міне, осы Елімай әннің құдіретін біздің жастар мен сияқты біліп отырса, міне, қандай нәрсе болды. Ал енді осы халықтың шығарған әні. Өсіңгіде оның несі белгісіз. Мен айтып отырмын, біреулер өзінің атасына қарай пәленше шығарды, түгенше шығарды дейді. Оның барлығы барып тұрған пендешілік. Аға, енді бүгінгі қазақ эстрадасын өзіңіз тыңдайсыз ба? Қазақтың болмысында эстрада деген жоқ. Қазақтың болмысында, мен айттым ғой жаңа, қазақтың өзінің, мысалы, Жайдарман, Маусымжан, Қамажай, осы Ойкөк, керемет әндердің өзі қазақ даласының өзінің нағыз ерке сезімнен туған жайма шуақ, жарқын, сәулелі шуақты әндер ғой. Бұны эстрада деп айтуға болмайды. Және эстрада жасайым деп жүргендер еліктеу әшейін. Еліктеу. Мысалы, маған осыларға қарап, сол ана бір жылдардағы ылғи осындай шыққан жарамсыз, болымсыз, бір күндік әндер, сөзінің мағынасы жоқ. Сондай әндер тыңдаған кезде айттым, бір емес екі рет интервью сұхбат бердім. Қазақ енді осы қалпымен кете берсе, қазақта классикалық ән тумайды. Ол қандай ән? Кеше қазақ вальсі мысалы. Керемет әндер, Брусиловский жазған, Мұқан Төлебаевтар жазған әндер сияқты, мысалы, Кестелі орамал, Мұқан Төлебаевтың әндері, Ақмарал сұлу еркем, осындай әндер қайда болды? Ондай әндер болмайды енді. Біздің көзіміз кетеді, біз өлгенше өзіміздің әнімізді айтамыз. Мен айттым, мен өзім көзім кеткенде бітті. Ең үлкен кешегі ұлы әншілердің көзін көрген, солардың сарқынын ішкен, солардың сарқыны болып қалған мен, ең үлкені мен қазір жасы 90-ға келіп отырмын. Менің көзім кеткеннен кейін
маған дейінгі жастар шығарып жүрген ешқайсысы еділ жайықты сияқты, әйтпесе Шәмші Қалдаяқовтың Ақмаңдайлым сияқты, мысалы Хамидидің болса да жаңағы бұл басқа да әндері сияқты әндер жоқ. Әйтпесе Сыдық Мұхамеджановтың тербеледі тыңдала, қандай керемет әндер мысалы. Аға, енді сіз көнелердің көзін көрдіңіз, сүгірдің көзін көрген адамдармен сұхбаттастыңыз, иә? Брусиловскиймен қатар жүрдіңіз. Енді сондай ұрпақтар сабақтастығы неге үзіліп қалып отыр? Сізден кейін мысалы классикалық әндер тумауы мүмкін дегенде айтты. Бұл қазір осы кешегі ұлылардың бір-бірімен қарым қатысы, солардың ортасы, солардың түсінігі, бір-бірін тануы, бір-бірін сыйлауы қазір үзіліп қалды. Көшкен бұлттай бәрі кетіп жатыр. Енді кейінгі толқын қазіргі жас музыканттар өздерінің жаңағы бір-бірімен байланысы, бір-бірін сыйлауы, бір-бірін көтеруі, бір-бірінің шығармасына бір-бірінің ықпалы, шын жүректен қалай болу керек деген нәрсе көп толғандырады мені. Көп нәрсеге көңілім толмайды. Қалай ғана үзіліп қалдық біз. Мынау қазақтың жай ғана, мысалы, жаңағы қарапайым әндерінің өзіндегі логика, ой, сезім, қазақтың өзінің о бастағы болмысына жат болып қалды барлығы. Жат болып қалды. Қазір жаңағы әлгі шетелде эстрадада кәдімгі секіріп билеп, бүкіл тайраңдап жүрген әншілерді, эстрадалық әншілерді қазақтың әншісі деп айта алмаймын мен. Бұл жөнінде Бибігүл Төлегенова қазақ әнінің гауһартасы мысалы. Қазақ әнінің гәккуі, қазақ әнінің бұлбұлы. Бибігүлмен талай сырласып әңгімелесіп отырғанда айтады. Айтпашы. Осы эстрадалар қозғамашы маған. Осыны естіртпеші маған деп отырады. Сол сөзді мен де айтып отырам. Қалай домбыраны шерте алмаған. Жарайды, домбыраны шертпесе фортепиано бар. Әйтпесе басқа инструмент бар. Қазақ қобызбен де шығарған барлығын, сыбызғымен де шығарған қазақ барлығын. Сондықтан қазақтың өзінің ұлттық о бастағы болмысына тән өзінің аспабы, өзінің әншілік мәнері, өзінің бүкіл ой сезімінде ешқандай әлгі басқа біреулердің ықпалында кетіп қалу болмаса, қазақ таза, ұлттық сезімде, ұлттық жағдайда, бүкіл мінезінде де мінезінде, киім киісіне дейін, мысалы, осының барлығы. Қазір қазақтың ұлттық киімін керемет жасап жатыр. Соларды көргенде қыздарда қандай киім бар, жігіттердің басында қандай бөрік, қандай не тымақ. Біздің кигіз үйдің өзіне кетіреді. Бір кигіз үй. Мысалы, қазақтың кигіз үйі, Манастың ұлы батыры бар, Қырғыздың ұлы батыры Манас. Манастың бүкіл өмірі біздің қазақ даласында өткен. Сол Манастың кигіз үйін Манашыр жырлағанда, бір кигіз үйді бір апта жырлайды екен. Бұл қай жердің ағашы, қай жерде өскен ағаш, мұны кім кесіп алып келді, кімге оқ жасады, кім анау не жасады, шаңырақ жасады, осындай анау керегені кім жасады, керегенің көгін кім жасады, осының бар. Оған ілінген неше түрлі кілемдер, жаңағы жиһаз, осының бәрі. Сондықтан сол байлық кеше біздің опера, Қыз жібек операсында, Абай операларында, Ертарғын операсында, әйтпесе Абай драмасында, осының барлығы ұлттық біздің декорация күшті болады. Декорация жоқ бізде. Тап-тақыр құр әшейін мына неде, осындай бір жерде өте салады әшейін. Ол біздің анау Европаның әсері бізге. Европа қандай Трамптарды алып келсінші осы жерге, мысалы, Американың керем байларын, миллиардерін алып келсін, біздің кигізуге кіргізінші. Мысалы, Маңғыстаудың кигіз үйіне.
не арқадағы жаңағы біздің кигіз үйлерге атасының басы, олар ешқандай ондай өмір болған жоқ оларда. Мысалы, қымыз, шұбат, бауырсақ, қазы қарта. Осыны жеп өскен балалар қазір біздің мына балуандарымыз, жаңағы боксерларымыз мықты шығып жатыр қазір. Аға, енді бір сұрақ көп, ән өнеріне, қазақтың мәдениетіне қатысты бір қанша тарихты түгендеп жатсыз ғой. Қазақта би болған, би болмаған, қазақ билеген, билемеген деген сияқты. Қазақта би болған қазақта. Осының барлығы тарихты білмеу, тарихтағы болған дәстүрдің қандай екенін жаңа елестете алмай, сол кереметтерден үзіліп қалған ұрпақтың сөзі бұл. Мысалы, қоянды жәрмеңкесінде Қарқаралыда қоянға Иван Ботов деген орыстың бір саудагер ашқан ғой. Сол Иван Ботовтың жаңағы жәрмеңкесі Қарқаралыда қазақтар саудасын жасап отырып, палуандыққа, жаңағы әншілікке, неше түрлі ойын, аңшылық өнердің ойындары, осының барлығында биді керемет жүргізген. Мысалы, бүркітшілердің биі, жігіттердің биі. Мысалы, жаудан аман есен келген жігіттер қуанып, бүкіл ауылды билеп, не қылады екен. Оның бәрін Әлкей Марғұлан, академик, соның бәрін жазып отыратын, осының барлығын. Сондықтан біздің жаңағы би өнері бізде бәрі де болған. Аспаптың неше түрі болған. Музыкалық аспаптың неше түрі болған. Білдіңіз ба? Сондықтан би деген қазақтың, мына қазақтың биі құдіретті болмаса шара. Қаяқтан шықты шара? Жиенқұлова. Сол о бастағы қазақтың қызының бойындағы сұлулықтың үлкен үлгісі, сұлулықтың. Қазақ қыздарының бүкіл келбеті, грация дейді ғой, солай. Аға, жігіттер билеген ба енді? Ондай пікірді айтып отырғаным, қазір енді бізде көпшілік интернетте отырады ғой. Жарайды, қыздар билесе билеген шығар, бірақ қазақтың жігіттері билемеген деген сыңайда пікір айтады. Жоқ, Қара жорға бар. Қазақ билеген. Қара жорға деген Ақан серінің әні болған. Қара жорға деген күй болған. Білдің ме? Сосын жаңағы қазақтың жігіттері аю боп биленген. Өйткені ол табиғаттың болмысы, жаратылысы. Аюмен бірге өскен қазақтың Алтайда. Мысалы, Алтайда қыз келіншектер жаңағы қарақат теріп тұрады. Бүйтіп қарақат тұзып, мен көзім көрді. Біз андай жерде отырмыз. Бұл 93 жылы. Сонда жаңағы бір оқты, ананы қараңыз, ананы қараңыз. Екі аяқ жаңағы тұрып, нені қарақатты теріп тұрғанда бір аяу келді де жаңағы қолмен бүйтіп, аяу жаңағы қыз келіншекті қолмен не қылады кәдімгідей, өзінің подругасы сияқты. Соған таң қалдық. Сосын айтады, бұлар кейде осылар табиғаттың төрінде осылардың биін көреміз дейді. Сонда біздің жігіттер дейді, аюмен күрескен, аюша билеген дейді. Сосын жорға аю деген күй бар оларда. Жорға аю деген. Осының барлығын сол бимен көрсеткен қазақтың жігіттері. Сондықтан қазақтың жігіттерінде би жоқ деген нәрсе, ол вообще жалпы қазақтың табиғатын білмейтін адамдардың пікірі оның бәрі. Жаңсақ пікір олардың бәрі. Суретшілігіңізді білеміз. Осы үйдің балконында жаңа сурет салам дедіңіз, иә? Кәсіби суретші ретінде дипломды 75 жаста алдыңыз. Мен суретті бала кезімнен салдым. 5-6 жасымнан бастап. Сосын бір жолы бірінші классқа бардық. Әкей соғыста. Сонда жаңа сентябрь ғой алғашқы. Балалар үзіліске жүгіріп шықты далаға. Жүгіріп шыққан кезде мен де артынан шықтым. Коридорда бір шкаф тұратын. Қағаз шашылып қапты, сурет. Тұрып қалдым осылай. Жайнаған сурет керемет. Әр түрлі бояумен салынған.
суретті біртіндеп алып, қойныма тамалып, сүмкеме салып алдым. Кейін сол суретті көріп, жаңағы көшіріп салып жүріп, соған суретке алғашқы әсерім солай басталды. Ал енді келе-келе енді сол суретті тастаған жоқ. Лекцияда отырсам да, жиналыста отырсам да, әйтпесе біреудің қонақта отырсам да, не ресторанда отырсам да, сол мысалы столдың мына шетіне былай қылып сурет салып отырамын былай. Осы дағда солай жүріп жатты. Одан кейін мен енді музыка, әдебиет, жазушылық өнер, зерттеушілік өнер. Ал бір күндері немерем Әйгерімді осы жерде сурет студиясына апардық, музейде. Өйткені ана бала сурет сала береді. Көп салады сурет. Сосын соны алып келуге бір күні апаң жіберді, алып кел Әйгерім деп. Келсем бір кісі, менің балалар сурет салып отыр ана жерде. Балама қарап, мұғалім менің баламның суретін салып отыр. Амандасты менімен. Сосын таныстық. Неден жаңағы Семейдің анау Мақаншы. Тағы бір аудан. Үржар, Мақаншы. Үржар. Содан осы жерде 40 жылдан бері істейді. Академик, Сурикова академиясын бітірген керемет. Сосын бір күндері мені сурет салып отырған байқап қалды. Жаратылысы, кәсіби теориясы барлығы сізге керек нәрсе болды. Ақырында мен сол балам жаңа Әйгерім Евразия университетінің сурет факультетіне түсті. Сол жылы мен келдім де Атырау университетінің сурет жаңа Қамбарбек Амановтың несіне түстім. 235 теңге айына, жылына төлейміз. Ақшасын төледім. Сөйтіп сол 78 жасымда соны бітірдім. Сонда мына краска, майлы бояумен жер үйік деген темада жар. Жас балалар бір ғана мынандай немен бітіреді екен картинамен. Мен 3 картина жасадым. Өйткені мен үлкен жастағы адаммын. Және қазақтың жерінің қандай екен көрсеткім келді. Сіз триптих салдыңыз ба сонда? Бір-біріне жалғас триптих салдыңыз ба? Атыраудан Алтайға дейін, Алтайдан Атырауға дейін. Осы көрді Алтай көрінісі, ортада Сарыарқа мен Жетісу көрінісі, аяғында Еділ мен Жайық. 3 картина жаздым. Сонымен қорғадым. Сөйтіп, мынандай нәрсе, оның барлығы ақырында айналып келгенде біздің қазақ суретшілерінің атасы деп Әбілхан Қастеевті қазір керемет қылып айтып отыр ғой. Сонда сол кісі туралы фильм түсіріледі. Телевизиялық хабарлар, әңгімелер өткізіледі. Соның бәрінде бұл кісі оқымаған деген сөзді айта береді. Осы сөз менің жүрегіме ыңғайсыз тиеді. Оқымаған. Ал оқымаған адам, көрдің бе, қандай шедевр жасаған. Оқымаған адам керемет. Оқыған адамнан артық керемет классикалық картиналар жасаған. Оқымаған адам кім? Құрманғазы. Оқымаған адам Тәттімбет. Оқымаған адам кім? Біздің Біржан Сал, Ақан серілер мысалы. Соны барлығын ойлаймын да, жоқ. Қастеев сондай керемет. Сол Москвада, Ленинградта әр суретшінің несінде шеберханасын көріп жүріп, солай жетілген екен. Бірақ қолында дипломы жоқ. Ал мен тек қана диплом үшін емес, просто оқымаған деген сөзді тыңдағым келмейді. Сондықтан мен тіпті балалармен отырып, алғашқы сурет өнерінің алғашқы не дейді, несінен өттім, солай. Тәрбиесінен өттім. Балалар ыңғайсызданып, мен кіргенде ыңғайсызданып. Сосын мен шығып кетедім, басқада отырып. Әйтпесе үйге келіп салатым. Аға, енді сіз көптеген өнер қайраткерлерімен өзіңіз айтып отырғандай аралас-құралас болдыңыз, жақын болдыңыз, дос болдыңыз. Соның ішінде ең жақын, сізге әсер еткен, қасыңызда жүрген
достарыңыздан, тұлғалардан кімдерді атайсыз? Мен жаңа университетте, консерваториядағы Брусиловский, Ахметжан сияқты академик профессорлармен болған әңгімені айттым ғой. Енді осылардың шәкірті, Брусиловский шәкірті Сыдық Мұхамеджанов. Қазаққа керемет опера берген, жаңағы симфониялық шығармалары, ән романстан бастап, ғасырлар үні атты классикалық ораторияны берген адам. Осы Сыдықтың өзі бүкіл жан дүниесі өте бай, терең сезімді. Мінезі өте ауыр. Сырт көзге жұрттың оғысыны қазақтың Бетховені дейді. Басынан ешқандай сөзді асырмайды. Бірақ өзінің жаңағы жан жүрегі, өзінің көңілі түскен адамға сондай майда, жұмсақ, керемет осы адаммен қарым қатысы өте жақсы. Сонда сол кісімен сөйлесіп жүргенде ол кісінің алғашқы романстары ең бірінші ерекше маған қатты әсер еткен сол кісінің ән романстары. Мысалы, Алматының бозғылт тұманы түнінде көп тұрып ек жасыл терек түбінде дейтін әні. Мысалы, Жарқатбес қара көңілін білесіңдер, тербелеттің даналын білесіңдер, басқа да әндері осындай. Сосын өте сөзге сараң, не айтса да өте ақылды. Абайдың бүкіл өлеңдеріне ән романс жазған, көбірек жазған адам осы кісі. Осы кісінің әсерімен Сыдық Мұхамеджанов Абайға қанша ән романс жазса, мен де сонша ән романс жаздым. Мысалы, осының бәрін кейде алғашқы әннің біреуін жаңағы оның кім екенін білмеймін, бірақ Абайдың сөзі Жарқатбес қара көңіліммен мысалы бір ән романс екенін білмеймін, көзі жаздым, бірақ ол романс екен. Сонда кейін барып есіме түсіп, осылай болып етсі әкедейім ғой Сыдыққа. Оны неге айтқызбадың? Пушкиннің бір өлеңіне бүкіл дүниежүзінің композиторлар жазады ғой. Сен неге өз әніңді сөйтесің сен? Айтқызуың керек еді деді. Сосын мен ұят қой сіздің алдыңызда деймін ғой. Ол болмайды. Біз Әбілақат Сәспиев екеуміз жаңағы өзіге көңілім тоярсың деген өлеңге ол да жазды, мен де жаздым ғой. Ешқандай талас тартыс жоқ. Екеуміз Абайдың бір өлеңін екі түрлі сезімде, екі түрлі мәнерде, екі түрлі стильде бердік дейді. Мысалы, анау Әбілақат Сәспиев өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың дейді. Мына кісі өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Ария сияқты, оперный ария сияқты алып. Міне, ән осылай ашылады ғой деп сөйдейді. Міне, осындай сол кісінің мейірімді жүрегі еш уақытта менің бетімнен қақпады. Сені айтуым керек. Сосын тағы бір, екінші бір әніне түсіп кеттіппін тағы да. Ол өлең Қуандық Шаңғытбаевтың «Қу дала» деген. Қу дала өмір туралы. Ол кісіге, сол кезде ол кісінің тура осы сөзге ән жазғанын білмеймін. Сосын мен бір күні апаң екеуміз неде отырып, бір үйде қонақта отырып, Қуандық Шаңғытбаев өлеңнің авторы. Сол кісімен дастарханда отырып, жаңағы өлең жазып берді маған қағаздың шетіне. Сосын кетті қонақтан, таңертең апаңнан сұрадым, кешегі Қуандық жазып берген өлең қайда деді. Апам отырып, қалтаңды қарашы, қалтаңда қойды. Сонда қарап, түрегеп тұрып, тіпті бетімді жуға жоқпын. Екеуміз төсекте жатырмыз. Түрегеп тұрып жаңағы пианинода. Сонда Олала, жалғыз қалған жапанда бір мола
бұл дүниеден кеткен ол бір жола, қайран өмір, қайран өмір, өмір ай. Кейін осында айтып берген кезде айттым, ай, сен осы бекер тұншықтырып жүрсің. Осы әніңді айт, өлтірме деп сөйдеді. Міне екеуміздің арамызда, сосын ол кісінің шығармаларына пікір айтқан адамдардың ішінде сол ол кісіге ең жақын, жан жүрегін түсінетін адам болып екеуміздің арамыздағы. Сосын үйде кейде мен жақта үйге звондайды мені іздеп. Апаммен сөйлеседі екеуінің арасындағы әңгіме. Қарапайымдылығы сондай. Ілияға абай бол дейді, апам айтады. Аға енді Шәмші Қалдаяқовты атап қалдыңыз, ол кісімен қарым-қатынасыңыз қалай болды? Қалдаяқовтың алдында жаңағы Әбілақат Еспаев, Маржан қыз, Жайық қызы, әлі есімде деген әнді шығарды. Ол осы кісі де жаңағы менің әніме аккомпанемент жазған Великановтың оқушысы. Бұл кісі де шалды консерваторияда оқи алмаған, тастап кеткен. Бірақ сондай нағыз халық композитор, керемет. Осымен өте адал адам болды. Мен кейін бас редактор болып, музыка редакциясын басқарғанда, менің қарауымда редактор болып біраз уақыт істеді. Ол да сол. Бірін-бір қарап керемет жақсы сыйлайды. Ой, Сыдықтың анау әні керемет қойыл дейді мысалы. Мен жазам салам, қарағым қалқама деген әні бар. Сонда айтады. Сыдық айтады. Осы әнді мен дұрыс жазған жоқпын, Әбілақат дұрыс жаз дейді. Мысалы. Міне осындай байланыс. Ал Шәмші Қалдаяқов болса, 57 жылы күзде ноябрь айында жаз бойы Целинада тың өлкесінде жұмыс істеп қап-қара болып келгенбіз. Сонда 58 жылы болатын екінші декада, екінші 10 күндіктің сол конкурске, соған арналған конкурстың мәжілісі болды. Опера театрдың үстінде, сонда сол жаңағы мәжіліске біз сығалап жаспыз ғой. Үлкен атақты композитор бәрі отыр. Сонда сол келіп сығалап қарап тұрған кезде не өтіп жатыр енді, жаңағы ұсынылған әндер. Бір уақытта құлағы қалқиған кішкентай жұқа тыпырлап шілін тарта береді, лақтыра береді, бұрышқа лақтыра береді, шілін тартады, лақтыра береді. Сосын қасында Әбілақат Еспаев тұр. Еспаев тұрады. Маған ындайды Еспаев. Ана істеп тұрғанын қарашы дейді. Соны бір уақытта Қалдаяқовтың музыка Қалдаяқова деді. Сосын рояльда әндерді ойнап отырған кім Зацепин, Александр Зацепин, пианист керемет, сондай ойнап отыр. Бірақ та Мұқан Төлебаев председатель, өте ызбарлы адам, Құдай сақтасын. Біржан Сара операсын жазған адам ғой. Анука деп берді. Сосын қабағын шытып, қасындағы композиторларға берді. Бәріне берді. Бір уақытта қайтадан сұрады, әкелді. Қағаз лақтырып жіберді. Нотаны лақтырып жіберді. Сөз жарамайды деді. Сөйтсек сол ән Шәмшінің қайықта деген ән екен. Құлады. Сөзін жазған Нұрсұлтан Әбілқұлов деген ақын. Сол күні жиналыстан кейін біз бірге шықтық. Сол кезде Әбілақат Еспаев айтты, мұнда кафеге кірейік деді. Кірдік, сөйтіп отырғанда таныстық Шәмшімен. Оған дейін тұрған ішеген коридорда өзім сияқты. Сөйтсем Шәмші Қалдаяқов екен. Оған дейін таныспедіңіз есіммен? Жоқ, оған дейін көргем жоқ. Содан басталды. Сөйтіп таныстығымыз басталды. Өте сөзге ілкімді, жұмсақ, содан кейін ізетті, лыпылдап тұр. Содан консерваторияға келеміз,
сабақтан қашып келем ғой мені. Енді сосын радиоға алғашқы әндеріміз өте бастады. Сөйтсе радиода, консерваторияда Шәмшімен ылғи жүздесіп қалып жүрдім. Сөйтіп екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас, жолдастық басталды. Мен университетті бітірдім. Жұмысым басталды. Командировкамен елге келдім. 61 жылы осы апрельдің басында Сарысуға ауылға келдім. Сол кісі сол күндерде ауылда 3-4 күн болдым да қайттым. Ауданның орталығы Байқадамға келіп, сөйерде ауданның жігіттері дүбірлетіп, селқоз ауыл шаруашылық мерекесін өткізіп жатыр екен, той жасап. Сол тойға қатыстым. Мені өтірік билеттен беріп алып қалды. Командировкамыз созды. Мені сонда жаңа қыздардың бұрымын айттым ғой. Сонда қосбұрымы жерге түскен бір қыз андай сахна жасап қойған екен. Біз ортақ түрі жігіттермен түрегеп тұрғанбыз. Қырғыздың әнін айтып бара жатыр бір қыз. Сол қыз осы мына апамға шықты. 12 апрель күні келін болып түсті. 11 күні. 12 апрельде таңертең Гагарин қонып жатты. Екеуінің қонысы бір. Сол тойда, сол жылы июль айының 7-8 күні ме, біздің екі бөлмеде, өзім тұрған бөлмеде Шәмші бізбен бірге тұратын. Консерваториядан бітіре алмай қалған. Диплом жоқ, жұмыс жоқ қолында. Көктейін ақшасы жоқ. Мен қызметкермін. Газеттің өнер бөлімін басқарамын. Деген сияқты сол. Содан біздің үйленгенімізді естіп, өзі ұяты бар адам, басқа бір квартираға шығып кетіп қапты. Кейін енді жаңа біздің жаңа үйде тойымыз болды ғой, сонда Шәмші келіп құты болсын айтып, апаңның бетінен сүйді, маңдайынан сүйді. Сол тойда мандолинмен бәрінен де сен сұлу деп арнап шығарған әнін орындады. Шәмші не тартты, кім бәрінен сен... Майра ғой, Майра Жүрсінова. Сонда бәрінен де сен сұлу әнін Шәмші ағамыз сіздің тойларыңызға сый ретінде тартты. Оған дейін ол әнді жазбаған. Сол біздің тойға арнап, жаңа апаңды көргеннен кейін сол әнді шығарды ғой. Апамыздың аты жөні кім? Тишкүл. Тишкүл. Ал сосын сол әнді сол тойда орындады. Мен меңді қыз деген әнді шығарып, бұл қыздың көзіне мең бар, екі меңі бар. Сол әнмен, екі әнмен біздің тойымыз өтті. Біз сондай қарапайым өмірде табыстық, өмір бақи бірге болдық, жүрдік. Шәмшінің қайтыс боларда ең соңғы суды мен тамыздым, бәлісі жаңа аузына суды мен тамыздым. Ол сондай болды, қыстың күні болды ол. Қайтар кезінде, соңғы сәтінде сізге қандай да бір сөз айтты ма? Не айтты ол кісі? Кім? Шәмші ағамыз қайтар кезде қасында болдым дедіңіз. Айтқан кезде әптен қалдырып жатыр екен. Бір бөлмеде кроват жатыр. Міне жақта екінші кроват, ортасына тумбочка, апельсин. Жарты апельсиннің жартысын кескен, жай тұр апельсин. Маған келген кезде одеялды бетіне жауып алыпты, күбірлеп бір нәрсе бетіп. Бір уақытта мен кірдім, бетін ашты. Күндізгі тихий час кез. Апаң екеуміз келгенбіз. Апаң машинеде отырды да, далада боран. Мен ішке кіріп кеттім. Келсем сол жатыр екен. Біздің бір жолдасымыздың әйелі коридорда жүр екен, шыға салып. Ойбай, маған өзіне келген екен деп ойлап қалды. Сол Шәмші қайда дедім. Бір ойбай жатыр. Кіруге болмайды деді. Біраз отырды. Сосын немді жаңа курткамды шештім да, жаңа кісінің жолдасымыз ғой, үмітмен асыла дедім да, кіріп кеттім. Сондай бүйтіп жатыр екен несі. Бірақ та нені ашты. Одеялды ашты. Деп қарады. Аспанға қарап. Сосын мен жақындап, ассалаумағалейкум деп баяғы
баяғы көңілімізде еш нәрсе жоқ сияқты, жаңағы көңілді сөйлеп, асыл шәкәсір деп қарады. Қарады. Келдің ба деді. Науқастанып қапсыз, шипалы болсын деп бірдеңелерді айтып жатырмын. Анау стақанды ал деді. Бұлай бар, бұлай бар, бұлай бар. Маған тастай қып, граненый стақанмен су әкеп бер деді. Зорға сөйлеп отыр. Суды әкеп бердім. Жатқан адам осылай сәл қолын көтеріп, мына жақтан не қылып, мынаны осылай тостым. Жоқ, сексеуіл сияқты қатып қалған қолым. Қатты. Іше алмады. Аузына сәл жарды глоток. Сол. Сөйтіп жатқанда сестралар келіп қалды. Айқай шу олар. Что вы делаете? Кто вы такой деп анау міне. Зорға, қолын зорға ажыратты. Мына қол қатып қалған мен. Ладно, қазір шығамыз, кешіріңіз деп атып. Сосын бүйтіп қарады маған. Ел жігіттеріне сәлем айт деді. Сен барсың деді. Екі-ақ сөз айтты. Ел жігіттеріне сәлем айт. Сен барсың деді. Шыға жөнелдім. Үйге келіп, давлениеміз көтеріліп, дәрі іштік па әйтеуір, дәрігер келді ме сондай. Таңертең жуынып атсам, апаң айтады, шәкең қайтыс болып кетті. Міне, Шәмшімен неміз осылай болды, арамыз. Аға, енді жуырда Мұхтар Мағауин өмірден өтті. Ол кісіге арнап жазған өзіңіздің жазбаңызды әлеуметтік желіден оқыдық, көңіл айту жазбаңызды. Иә. Жан бауыры Мұхтар деп жазыпсыз. Соған қарағанда жақын болған сияқтысыздар ол кісімен де. Қазақ жазушылардың ішінде енді біз кезінде Мұхтар Әуезовтің Абай Абидение деген сабағын 3 жылдай оқығанбыз ғой. Сол біз Абаймен, Абайға қатты беріліп, сол кездегі замандас жазушылардан көрі басқаларында оқып жүрсек те, Абай ерекше, Мұхтардың Әуезовтің Абайы ерекше әсер етті бізге. Енді келе-келе кейін үлкен қызметкер болдық, өсіп, жетілдік. Бір уақытта жаңағы тарихи романдар шыға бастады. Ол тарихи роман Қырғызда сынған қылыш деген романды мен аудардым. Қырғыздар тарихи роман, жаңағы орыстардың колонизаторлық несін жазған. Енді міне жақтан қазақтан Ілияс Есенберлин шықты. Сосын Ілесе Мұхтар Мағауинмен Әбіш Кекілбаев шықты. Міне осылардың романы сол кезде үлкен құбылыс болды. Әдебиеттегі тарихи үлкен кәдімгі ояну болды ол. Тарихтың оянуы. Осыған ерекше біз берілдік. Жазушылардың шығармалары көп шығады сол кезде. Солардың көбін мен өзім мына жазушылардан сол өзімізден сол Мұхтар Әуезов, сосын Ғабит Мүсіреп, содан кейін жаңағы Мұхтар Мағауин әбіштерді. Соларды оқып, уақытым солай жүрді. Бірақ бір күндері кімнің кітабы шықты? Қобыз сарыны деген. Монографиясы. Мұхтар Мағауиннің. Қобыз сарыны шыққан кезде, соны орта ғасырлық, Шалкиіз, Ақтанберді, Қазтуған, солар шықты. Ол кезде сол ерекше көрінді Мұхтар Мағауин. Оған көп үлкен ғалымдар қарсы шықты. Қажым Жұмалиевтер мысалы, ол кісінің өзін жетекші ретінде жүрсе де, осы романды біз шығартпаймыз деген сөздер болды. Сол кезде Мұхтар өзінің принципінен қайтпады. Екеуінің арасы жақсы болмады. Өз аузынан естідік біз. Мен сені шығартпаймын деген кезде ана кісіге айтқан сөзі Мұхтардың. Мен сіз өлгеннен кейін шығарамын деген сөзі бар. Құдай сақтасын өте. Сол бетінен қайтпады.
сөйтіп жүріп қызметке ана жерге тұрады, мына жерге тұрады. Сол Олжастың несімен, ықпалымен жазушы баспасына қызметке тұрған. Оған түртпектеп жаңағы мағауинге тыныштық бермей, жан жақтан тиіскен. Жаман мақалалар шыққан деген сияқты сондай. Әңгімеміздің соңына да жетіп қалдық. Енді Атырау өлкесінде тұрып жатқаныңызға 20 жылдан асыпты, иә? 25 жыл, 25 жыл болыпты. Әңгімеміздің соңын қорытындыласақ, енді айтарыңыз, соңғы айтарыңыз. Не дейміз? Бүгінгі сұхбатымыздың қорытындысы ретінде. Бұрын әлгі Алматыда Қазақ радиосының музыка редакциясы жүрген кезде, сол кезде бас редактормен, сол кездегі менің фольклорлық зерттеу еңбектерім көп берілді. Соның барлығын енді жұмыста отырам. Үйге келгенде апаң машинкаға басады, түрме жұмыс істейді. Сол машинкаға басқан өзінің тәжірибесі бар. Енді 2000 жылдан бастап Атырауға Иманғали шақырып алып келіп, бізге үлкен кәдімгі өзі эстет адам, тарихшы адам, жан-жақты білімді адам Иманғали. Сол жаңа үй-жай беріп, бізді үйге кіргізгенде қолымызға тәрелке ұстатқан жоқ. Әлгі қасық ұстатқан жоқ. Бүкіл үйіміздің барлығын жасап берді барлығын. Жаңағы компьютеріне дейін берді барлығын. Біз әшейін үйге келіп кіре салдық. Ол кезде Алматыда жүрген бедіңіз? Ол кезде Алматыда жүрген. Бұл 2000 жыл, сентябрь айы. Ноябрьда апам келді. Жай ғана айттым, әуелі көрші үйді. Сол айықты. Апам келмеймін деді ме? Жоқ, мен апаммен келіскім де жоқ, бірақ айттым, осындай үй беріп жатыр. Иманғалидің тірлігі осылай болып жатыр. Тек қана мен емес, Иманғали талай адамдарды алып келді. Шамғон Қажығалиев атақты дирижер, академик Зейнолла Қабдолов, екі домбырашы, Әзида Лесқалиев, Қаршы Ахмедияров, жас әнші Сәуле, Жанпейісова, сосын кім бар? Осындай, Қабит Есім оперный әнші. Сөйтіп, біз осылай жасалып жатырмыз. Соған маған осындай үй берді деген кезде келді, үйді көрді, тұрып қалдық. Сосын жай тұра бердік. Бір жыл өтті, 2-3 жыл өтті. Сол кезде менің зерттеу жұмыстарым тура осы батыс өлкені. Батыс өлке Қызылордадан бері Қызылорда, Ақтөбе, Орал, Атырау, Маңғыстау. Осы өлкедегі музыкалық арғы бергі, арқадағы, Жетісудағы, қай жерде Қаратау, бәрін жасап жүрген зерттеулерім, Баянөлгейге бару, Қытайға бару, Иранға бару, осының барлығы енді осы жерде батыс өлкеде жалғасты. Енді оны кім басады? Апаң басты. Компьютерді үйреніп алды. Қазір сол басылған еңбек, әзірше қазіргі аршып алғанымыз 10 томдай. 10 том музыканың жаңағы тарихы. Ол кітап болып шығып жатыр. Бұл жерде жаңағы Еділ Жайық деген атпен өз әндерінің хикаясы бір рет шықты. Одан кейін бүкіл батыс өлкенің әндері Зәуреш деген атпен үлкен мынандай кітап болып шықты. Зәуреш деген кім болды мысалы? Молдабай деген кім деген? Молдабай сияқты жаңа айтып жатыр ғой, Молдабайдың бүкіл дүниесі. Соның барлық тарихын сонда апаммен бірге жүреміз. Кішкентай әйгерім бар. Мәшинеге мінгізіп аламыз. Мәшинеміз бар, кетеміз. Омбыға дейін бардық қой. Орынборға дейін, Омбы деппін. Омбыға да барғанбыз баяғыда. Міне, осындай жағдайда сол кітаптарды қазір біртіндеп алып жатыр бізден. Аққу әні деген кітап шықты. Інжу Маржан деген кітап шықты. Оның алдында Аққулар қонған айдың кел. Оның алдында Бұлбұл әуезі деген көп кітап шықты. Көп кітап. Енді қазір сол кітаптарды жайлап жаңа Біржан Сал шықты. Одан бұрын Ақан Сері шықты. Жеке-жеке кітап болып. Енді үкілі бір айда дайындап, дайын түгел. Тек электронный несінен Астанаға жібере саламыз.
солай болып отыр өзі. Сосын бүкіл томдарды реттеп отырмыз. Жаңағы балам бар, Әлихан деген немерем, солар өздері отырады да жаңағы томдарды реттеп отыр. Сондықтан сол реттеліп, соның ортасында постоянно жаңағы тұрақты түрде сурет салам. Ал енді қазір сол ептеп сол суреттерді салып қойм, бірақ денсаулық кейде көтере алмай қаласың жағдайда. Сол келіп, өздерің сияқты сұхбат алушылар көп. Енді бүгін рахмет келгендеріңе. Жаңағы мынан қараңыз. Мағауин 9-ы ма, 8-інде ме? Қаңтардың. Қайтыс болды ғой. Қайтыс болды. Сосын дәптерімді бір күні қарап отырсам, тура сол күні соңғы точкасын қойыппын. Бетпақдала деген ән жазғам. Бетпақдала. Бетпақдала ол кімнің заманы? Шыңғысханның заманы, Жошықханның заманы. Бетпақдала қазақтың трагедиясы өткен жер. Ашаршылық шұбырып, әр жерде қалған жер Бетпақдала. Бірақ Бетпақдала бәрібір қазақты асыраған жер. Сол Бетпақдаланың әнін жазып, Оралдағы әншілерге жібердім. Мені соңғы нем солай болып отыр. Соңғы жазған әніңіз сол Мағауин қайтыс болған күнге тұспа-тұс келіп тұр ғой. Соңғы жазған әніңіз Мағауин қайтыс болған күнге тұспа-тұс. Дәптерімді ашсам, тура сол күні соңғы точкасын қойды. Мен ойладым, бұл Бетпақдала азынап жатыр ма? Шыңғысханды жазған Мұхтар Мағауиннің даласы азынап жатыр ма? Не сұмдық деген сияқты ішімде сондай ой болды. Аға, енді өзіңіз айттыңыз, шығармашылығыңыз ешқандай кедергісіз жарық көрді. Ойыңыздағы зерттеулерді жүзеге асырдыңыз. Қандай да бір арманыңыз бар ма? Мынау, мен туралы бір концерт берілді. Алматыда 2004 жылы. Сол концертте осы темір жол генералы, Атыраудың азаматы Амангелді Селбаев сөз сөйледі. Атыраулықтардың атынан барып сөйледі. Сонда бұлай деді. Индияның ұлы жазушысы Раминдранат Тагор. Тагордың мынандай сөзі бар деді. Нағыз жазушының шығармасы әлі жазылған жоқ. Уақыт өтіп бара жатыр. Кешегі 70 емес, кешегі 60 емес, кешегі 80 емес, 80-90. Уақыт өтіп, тәнің тозып, әл-қуатың, тынысың тарылып жатса да, мұнаяқтағы көкейдегі ой, тағы бір керемет шығармалар енді жазылады деген сияқты, сондай адамда үміт болады екен сондай. Түннің қай уағында болса да оянып кетсең, сол оймен жатасың. Сондықтан әлгі адамды өлтірмейтін нәрсе үміт пен арман. Адамды өлтірмейтін нәрсе үміт пен арман. Өмірдің адам барласы көре береді екен. Қиыншылықты көреді. Талай нәрсені бастан кешеді. Жаңағы Мұхтар Мағауиннің көрген, осы заманда көрген қорлығы, оның бәрін кезгілеген адам оған төтеп бере алмайды, оған шыдай алмайды мысалы. Оған қайратты адамдар, қайратты берілмейтін адам, жеңілмейтін адамдар. Олар кімдер? Мына Құрманғазы. Олар кімдер? Кешегі Жаяу Мұса. Олар кімдер? Бетховен мысалы. Сондай адамдар. Олар кімдер? Спартак. Міне, осындай адамдар. Осы жерге келгенде жазылған ән. Ағады жайық, ағады. Керілі жайық ағады, әуезге өлеме жағаны, еске самайлы
kешtirdim, kız jigit ketip baradı. Eski saraylı kешtirdim, kız jigit